Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге осылай сөйлесу видеосын жазуды жөн көрдім. Бүгін сіздермен 7 жылдан астам уақыт Жапонда өмір сүріп жатырмын. Қазір отбасымызбен бірге деген сияқты осы 7 жылда мен жапондықтардан, әсіресе жапондық қыздардан қандай іс-әрекеттерді өзімнің қалыпты жағдайдағы іс-әрекеттеріме айналдырдым. Сол туралы сіздермен бөліскім келеді. Керегін түртіп алсаңыздар болады. Ал ендеше бастаймын. Шоттың ішіне, сумканың ішіне мен жалпы күнделікті қолданатын заттарымды салып қойдым. Жапондықтардан үйренген. Соны сіздерге көрсеткім келеді. Ең бірінші ол мынандай орамал. Орамал болған кезде андай бір жақтағыдай кішкентай қол сүртетін орамал емес, но кішкене жаңағыдай қол сүртетін, денені сүртетін орамалдың материалы болады, сол сияқты, немесе таза мақтадан жасалған орамал. Мысалы, жапондықтар осыны өте көп қолданады. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, жапонның ең ыстығы осы 7-8-9 айлардың ортасына дейін, шілде, тамыз, қыркүйек айларының ортасына дейін өте ыстық болады. Ыстық болған кезде ылғалды ыстықта, мысалы, біз баняға барамыз ғой, моншаға барған кезде парына кіреміз ғой, ыстық, дәл сол сияқты ғой. Бірақ кәдімгідей далаға шықсаң, сондай бір ыстық жел, ыстық ауа бірдеңені бір құшақтап қоршап алған сияқты болады да. Сол себепті еріксіз тер ағады деген сияқты. Сондықтан да жапондық қыздар, тіпті ер адамдар осындай орамал алып жүреді. Мысалы, мойнын, бетін сүртіп қояды деген сияқты. Мынау мәсхаб қой, осы Жапонда бірінші орындағы осындай орамал. Мен мына орамалды мен жұмыстан декретке кеткен кезімде бірге жұмыс жасайтын жапон қызы сыйлаған болатын. Осындай. Екінші, не айтқым келеді деген кезде, ол мынандай міне көзге тамызатын осындай тамшылар, көз тамшылары. Менікі мына жерде бұл жаңағыдай көз шаршаған кезде, қызарған кезге арналған тамшы. Бұл тамшылардың түрлері бөлінеді. Мысалы, витаминдері бар құрамында, көзге пайдалы, көздің шаршағанын басады, көздің қызарғанын басады, немесе суландырып, ылғалдандырып тұрады деген сияқты әртүрлі функциялары бар. Соған байланысты тамшылар менікі қызарғанда, шаршағанға деген арналған. Мысалы, жапондықтар өте көп қолданады осындай тамшыларды. Неге деген кезде, мысалы, Жапонияда көп адамдар компанияда жұмыс жасайды, осындай компьютерлердің алдында отырады деген сияқты азаннан кешке дейін. Одан бөлек әдеттегі жұмыс жасамайтын адамның өзі, мысалы, смартфоны бар деген сияқты, азаннан кешке дейін қарап отырады деген сияқты. Сол үшін мындай тамшылар өте пайдалы да. Жапондықтардың сөмкесінде мынау міндетті түрде жүреді. Одан кейін жапондықтардан не үйрендім деген кезде, мынандай ерекше бір жақта бар ма жоқ па ол жағын білмедім. Мынандай көзге арналған маскалар. Бұны көбінесе мына жерде міне тұр, компьютер көріп неғанда, немесе ұшақта отырғанда, ұйықтағанда осы маскаларды тақса болады. Бұл маскалардың бір ерекшелігі, бұны көзге таққан кезде кішкене бір жылы, ысыңқыраған бір ауа көзге неғады, көз демалады деген сияқты. Бұл да нәрсеге арналған ғой. Мысалы, күні бойы көз шаршайды, әртүрлі нәрселерді көреді деген сияқты. Сол себепті осындай маскаларды міндетті түрде қолданады екен. Мен бұны енді күнде қолданам деп айтпаймын, бірақ 2 күнде бір міндетті түрде 15 минут осыны тағып жатамыз. Түні бойы емес, енді бірақ 15 минут осындай тағып жатамыз. Бұның да түрлері өте көп, бірақ менің алып жүргендерім осындай маскалар. Келесі, ол аяққа арналған маска. Бұл да аяқтың шаршаған, мысалы, бір жұмыстар бар ғой, азаннан кешке дейін тұрып тұратын жұмыс болмаса да, мысалы, сен үйдің өзінде айналып жүрсең, кәдімгідей өте бір үлкен қашықтық жүріп қоясың да. Сол кезде, мысалы, аяқтың балтырлары ауырады деген сияқты, аяқтың табандары ауырады деген сияқты. Соны мынау демалдыратын маскалар бар осындай. Бұны енді біз Аян екеуміз бірге қолданамыз. Бұны да енді күнде қолданамын деп айта алмаймын, бірақ сонда 2 күнде, 3 күнде бір осындай маскаларды қолданамыз.
Тағы да бір дүние, ол бұны енді жапондықтардан үйрендім деп айта алмаймын. Енді бұрын мысалы көп әйелдер қолданады барлық мемлекеттерде, бірақ мен осыны Жапонға келіп қана қолданып бастадым. Бұл мынандай міне көзге арналған патчылар. Бал сияқты, ішінде жаңағы сондай текстурасы сондай. Тынышталдырады, көзге жақсы болады, немесе мынау шетіндегі мынандай бөліктерге осыны жақсы болады екен. Осында күнде емес, енді бірақ барынша 2 күнде бір қолдануға тырысып тұрамын. Бұл неге мен бұл заттарды қолданамын деген кезде, бұларды қолдануға көп уақыт кетпейді, 1 сағатта 15 минут қана уақытыңыз кетеді. Мысалы, одан кейін осы Жапонға келіп мен бастаған тағы бір әдеттерім, ол жаңағыдай қолға міндетті түрде крем жағып жүру. Бұрын мен Қазақстанда қыздар жаға беретін еді ғой, бірақ мен өзім оны бір жаңағыдай арнайы уақыт бөлу керек деген сияқты бір ойым болатын еді да. Енді ол қате ой болуы мүмкін, бірақ осы Жапонға келіп осындай кремдерді қолдана бастадым. Себебі туалетке кірген кезде қолыңды міндетті түрде сабынмен жуасың, кейін қолың құрғайды деген сияқты. Қыста мысалы Жапонда өте құрғақ ауа болады. Сол кезде бетті ылғалдандырып жүрмесе, бет өте құрғап кетуі мүмкін. Арты жаңағыдай әртүрлі беттің проблемасына, қолдың проблемасына алып келеді. Сол себепті мына кремдерді міндетті түрде мен сумкама салып жүремін. Одан кейін мен осы Жапонға келіп әдетке айналдырғаным, ол мынандай міне ерінге жағатын крем. Бальзам деп айтсақ та болады. Неге деген кезде мен мысалы Қазақстанда мындай крем қолданатын едім, бірақ мен қолданған кезде Қазақстанда бір жақсам болды, дереу ұшық шығып кететін еді. Ешқандай да жаңағыдай несі емес та. Бұл керісінше ұшықты кетіру керек, ылғалдандырып тұрады деген сияқты функциялар болу керек қой, бірақ Қазақстанда керісінше жаңағыдай ерін жарылып, ұшық шығып кете беретін. Бірақ мен осы Жапонға келіп жапондікін қалай пайдалана бастадым, осы дәл осы Made in Japan, Жапонда жасалғандарын қалай қолдана бастадым, солай мен расымен де жаңағыдай ерінім жаңағыдай ылғалды болып сөйтіп тұратын болды да, ешқандай ұшық та шықпайтын болды. Енді оның несін түсінбедім, мүмкін құрамына байланысты дүниелер шығар. Осы әзірге осы тағы да бұйырса осындай бір Жапонда қалыптастырған әдеттерім туралы бөлісетін боламын. Көргендеріңізге рахмет.